Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен жедел жәрдем қызметкері Ташен Мұхаммед-Али. Бүгінгі супер медик арнасында айтылатын тақырып эпилепсия. Эпилепсияның емі бар ма? Оның емі қандай? Және эпилепсияны алдын алудың жолдары. Және осы туралы невропатолог Жадыра Сағидуллаевамен сұхбат жүргіземіз. Ал ендеше кеттік. Саламатсыз ба, Жадыра Сағидуллаевна? Бүгінгі айтылатын тақырыптар, яғни эпилепсия. Жалпы сізбен сұхбат жүргізгіміз келіп отыр. Осы эпилепсия деген қандай ауру? Сол туралы айта өтсеңіз, қай ағзаның зақымдануымен жүреді? Эпилепсия дегеніміз ол жүйке жүйесінің созылмалы ауру болып келеді. Ол жаңағы көбінесе клиникалық көрінісі ұстамамен көрінетін ауру. Неше түрлі ұстамамен болады, және себепте оның өте көп. Осы қазіргі таңда айтып эпилепсияның себебін айтады. Қандай себеп екен білмей жатады. Соның нақты себептері бар ма? Осы эпилепсияның пайда болуына алып келетін қандай факторлар? Эпилепсия туралы айтқан кезде біз эпилепсияны полиэтиологиялық ауру деп айтамыз. Полиэтиологиялық деген қарапайым тілмен айтқанда аурудың себебі өте көп. Нақты бір ауруға келетін себеп немесе фактор жоқ. Оның жалпы біз бөліп айтқан кезде бөлеміз идиопатиялық деп, яғни себебі бізге белгісіз. Нақты осы себепке әкеп тұрған мынау себеп деп айта алмаймыз. И екіншісі ол көбінесе болатын симптоматикалық. Симптоматикалық дегеніміз осы ұстамаларды әкелетін, эпилепсияны шақыратын нақты бір себеп бар. Ол болуы мүмкін көбінесе жаңағы қыртыста өсіп жатқан ісік болуы мүмкін, немесе артериовеноздық мальформация болуы мүмкін, тамырлар, яғни патологиялық туа біткен тамырлардың патологиясы. Ең негізгі себебі осы симптоматиялық эпилепсияның ішінде ол травма. Жаңағы ДТП-дан немесе белгілі бір себептен травма алса, жарақат, бас ми жарақат дейміз, сол кейін эпилепсияға, симптоматикалық эпилепсияға әкелуі мүмкін. Яғни травмалар дейсіз көбінесе алып келетін бастысы. Яғни дәл қазіргі уақытта осы эпилепсиямен ауыратын адамдардың көрсеткіштері қалай? Сол туралы айта өтсеңіз. Жалпы эпилепсияның таралу туралы айтатын болсақ, эпилепсия осы жүйке жүйесінің арасындағы аурулардың ішінде ең жиі таралған аурулардың бірі болып есептеледі. Егер біз жалпы Қазақстанда алсақ, көбінесе ол жаңағы эпилепсия жас балаларда уже пайда болып, біз көре аламыз ғой балаларда. Ол 100 мың адам ішіне шыққанда 5-10 адамда кездеседі. Одан басқа біз жаңағы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының статистикасын алатын болсақ, жалпы әлем бойынша тіркелген, осы нақты диагноз қойылған 50 миллион адамда эпилепсия бар дейді. Яғни ол өте кең тараған ауру. Сонымен қатар осы эпилепсия негізінен несімен қауіпті? Яғни адам өміріне, яғни өліп кету қаупі болады ма? Қандай қауіп алып келеді денсаулығына жалпы адамның? Эпилепсияның жалпы өмірге ең бірінші қауіптілігі, біз айттық қой, ұстаманың неше түрлісі болады. Біз жаңағы көріп үйренген, көбінесе эпилепсия десе сразу есімізге түсетін, ол жаңағы клоника-тоникалық дейді, адам тырысып, дірілдеп, құлап, есінен танып. Сол кезде ең қауіптісі осы ұстама кезінде адам есінен танады. Яғни ол ұстама кезінде адам өзін контролировать ете алмайды. Ол ұстама болып жатқан кезде асфальтта кетіп бара жатуы мүмкін, транспортта отыруы мүмкін, за рулем деп айтамыз ғой. Немесе жаңағы кішкентай бала болса, детская площадкада ойнап жатуы мүмкін. Сол кезде жаңағы адам естен танып құлаған кезде ең қауіптісі ол өзіне травма келуі мүмкін. Ал жаңағы ересек адамдарды айтатын болсақ, ол мысалы бір үлкен ответственный дейді, жұмыс жасап жатса, за рулем отырса, сол кезде жаңағы эпилепсия болса, ол жаңағы қоршаған адам өмірлеріне қауіпті. Одан басқа эпилепсияның жалпы қауіптілігі деп айтсақ, сол жаңағы әр травма алған сайын пациентте ол ауру керісінше асқына береді. Жаңағы алған травмасы эпилепсияның арғардай үдеуіне себептесуі мүмкін. Арғардай өршиді дейсіз ғой? Өршуі мүмкін. Сосын жаңағы эпилептикалық статус дейді. Эпилептикалық статус деген ол қиын жағдай, жаңағы реанимациялық пациент эпилептикалық статус бар. Неге десеңіз, ол жаңағы бір приступтың артынан екінші приступ адам есін жимай жатып, қайта сериямен өтетін. Яғни бұл эпилептикалық статус деп айтамыз, пациентте
ұстама 30 минуттан жоғары болса, ол кезде жаңағы адамда жалпы гипоксия пайда болады, мидың ісінуіне дейін әкелуі мүмкін. Адамның өміріне өте қауіпті жағдай осы. Түсінікті тілді бір көшеде судорога беріп жатуы мүмкін. Ол 3 минуттан кейін, 4 минуттан кейін қайтадан басылып, қайтадан жалғасып жатуы мүмкін, яғни асқыну осылай өршиді ғой жалпы. Енді тағы көпшілікті алаңдатып отқан бір сұрақ, осының емі бар ма жалпы эпилепсияны? Толықтай емдеп жазуға болады ма? Сол туралы айта өтсеңіз. Әрине, эпилепсияның емі бар. Фармакологиялық группа. Ол жақта жаңағы пациенттің ұстамасына байланысты, пациенттің жасына байланысты, пациенттің жалпы диагнозына байланысты жаңағы эпилепсияға қарсы дәрілер қабылданады. Бірақ та бұл жерде мәселе созылмалы ауру болғандықтан, одан толығымен бірден жазылып кетпейтін болғандықтан, ол дәрілерді үзбей дұрыс дозада қабылдау. Егер пациент дәрігердің нұсқауымен ертерек қаралып, дәрісін алып, оны үзбей, қажетті дозада ешқандай үзіліссіз қабылдаса, бұл эпилепсияны жалпы біраз уақыттан кейін ешқандай судорога болмағандықтан, жалпы пациент даже жазылып кетуі мүмкін. Ондай кездер де болады пациенттер. Сөйтіп, мысалы, 3 жыл бойы дәрісін үзбей, дұрыс дозировкада қабылдап, ешқандай судорога болмағандықтан, біз ол дәріден біртіндеп кетеміз, пациентте ол ұстама екінші рет қайталанбайды. Ондай да болады. Осы эпилепсиямен ауырады, немесе бір емшіге алып барады, сол баласын, немесе өзінің қызын тағы бір балшы, бақсы секілді кісілерге алып барады. Осы адамдардікі қаншалықты дұрыс? Жалпы эпилепсияның бір ғана ем болмай, бірнеше түр емдері болады ма жалпы? Жаңағы енді балшы, емші деп айтып жатырмыз ғой, олар тек қана эпилепсияға қатысты емес, ол кез келген жаңағы қиын өтетін созылмалы ауруларда жаңағы ата-анасы өз баласына басқа ем, басқа көмек көрсетем деп апарады. Бірақ та ол дұрыс емес, өйткені емші, балшы деген жаңағы эпилепсияны сауықтырып, жазып жібере алмайды. Әрине, егер ол симптоматикалық болса, тем более оны емдеп шыға алмайды, сондықтан тек қана жаңағы эпилепсияға қарсы препараттар. Керісінше қоздырып жібереді олар ондай жағдай кезде. Және сонымен қатар көпшілік халықтың арасына келіп тұрған сұрақтардың ішінде осы эпилепсия осы тұқым қуалайды ма? Адам әкесінен баласына беріледі ме? Сол туралы айтып өтсеңіз. Жалпы тек қана тұқым қуалап берілетін эпилепсия ондай жоқ. Кейбір болады, бізге пациенттер келеді, айтады, біздің тұқымда ондай жоқ, эпилепсиямен ешкім ауырмайды, неге біздің балада бар деп. Сондықтан ондай ата-аналарға айтатынымыз бар, біз айтамыз орысша тілде генетическая предрасположенность дейміз. Тұқым қуалаушылыққа бейімділік қазақша айтқанда, ондай болады. Жаңағы туыс адамдарда, жақындарда, қандас туысқандарда эпилепсия жиірек кездесуі мүмкін, ол өйткені генетическая предрасположенность, оны біз жоқ деп айта алмаймыз. Бар, бірақ та ол 100% адамда емес. Біз бар тұқымында ешқайсында ешкімде эпилепсия жоқ, бірақ та пациентте нағыз эпилепсия кездеседі. Ал дәрігер сол пациентке өзіне тағайындаған дәріні ешқандай жағдайда алып тастамау керек, ішуді тоқтатпау керек. Өйткені бізде пациенттер өте көп дәрісін жақсы ішіп келеді, ешқандай приступ болмайды. Мысалы, пациентіміз 9 ай бойы ешқандай приступ болмаған, дәрісін ішкен, 9 айдан кейін приступ болмаған соң пациент дәрігерге де келмеген, дәрісін де алмаған, ішпей қойған. Содан кейін жиі-жиі ұстамалар көбейіп кеткен, пайда болған. Енді ол пациент 3-4 ай перерыв жасаған, үзіліс, дәрісін ішпеген. Осындай үзілістер қайтадан судорогтың пайда болуына келеді. Сондықтан ең бірінші күтім туралы айтсақ, пациенттер үзбей эпилепсияға қарсы дәрілерін ішіп жүру керек. Екінші күтім ол жаңағы пациенттерде, көбінесе пациенттер өзі біледі, осы провокатор факторлар дейді, осы ұстаманың пайда болуына себептесетін факторлар. Ол мысалы, ұйқы қанбау, ұзақ уақыт бірнеше күн бойы дұрыс ұйықтамау, соның әсерінен жаңағы пациенттерде шаршағандықтан эпилепсия ұстамасы қаттырақ ұстауы мүмкін, пайда болуы мүмкін. Немесе қатты бір стресстік жағдайлар, сондай алкогольдік, ішімдік ішу, сондай факторлар болуы мүмкін. Соны шеттету керек пациентте. Және жаңағы судорога кезінде балаларды айтатын, балаларға ата-ана тарапынан ерекше күтім керек. Өйткені балалар жаңағы ойнап жүру мүмкін, жүгіріп жүру мүмкін, көшеден өту. Яғни әрқашан үлкен ересек адам эпилепсиясы бар, немесе ұстамасы жиі болатын пациенттерде қасында қарап жүру керек.
Және бүгінгі сұхбаттағы соңғы сұрағымыз осы сіздерге мәселен ем қабылдап жүреді көп адамдар. Осы эпилепсиямен келіп, сол адамдар өмірінің соңына дейін дәрі қабылдайды ма? Немесе бірнеше 3 жылдың ішінде жағдай жақсарған уақытта дәрі қабылдауын тоқтатады ма? Сол туралы айта өтсеңіз. Енді айттық қой, біз эпилепсия ең басынан созылмалы ауру деп, бірнеше ұстамада болатын. Сондықтан созылмалы ауру деген соң көбінесе біз жаңағы ауру ұзақ уақыт бойы дәріні қабылдау керек деген міндетті түрде айтамыз. Міндетті түрде үзбей күнде дозада ұзақ уақыт бойы қабылдау керек. Кейбір пациенттерде болады, жаңағы олар көбінесе үзбей айтқан тағайындаманы уақытшылы істеп ешқандай осы ұстаманы әкелетін факторларға жүгінбейтін адамдар, оларда жаңағы 3 жыл бойы егер ешқандай приступ болмаса, электроэнцефалографияда жақсы көрсеткіштер болса, біз бұл препараттарды біртіндеп кетеміз ол препараттардан. Яғни пациент кейін ол препараттарсыз да жүре алады. Ал көбінесе егер судорогасы жиі ұстайтын пациенттерде жаңағы симптоматикалық эпилепсия, травмадан кейін басында үлкен тыртық, киста бар болса, оны ешқалай отамен алып тастай алмаймыз. Ондай пациенттер өмір бойы сол дәріні ішіп өту керек. Бүгінгі сұхбатыңызға көп рахмет. Құрметті көрермендер, бүгінгі эфир, яғни бүгінгі невропатологпен болған сұхбатымыз сіздерге ұнады деген сенімдеміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі невропатолог Жадыра Сағидуллаевна мен эпилепсияның емі және осы тақырыпқа қатысты сұхбатымызды аяқтаған болатынбыз. Яғни сіздерді қандай да эпилепсияға мен ауыратын жақындарыңыз болса, таныстарыңыз болатын болса, осы видеоны міндетті түрде көрсетіңіздер. Және сонымен қатар лечение, яғни ем қабылдап, тұрақ түрде ем алып алғыларыңыз келсе, қандай да бір неврологиялық ауруға байланысты ем алып, ем қабылдағыларыңыз келсе, комментарийға өздеріңіздің номерлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздермен болған Ташен Мұхаммедәли және Супермедик каналына тіркеліп, осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіздің жақындарыңызға жіберіңіздер. Бұл сіздер үшін өте құнды ақпараттар. Соны ұмытпаңыздар.